Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Стамбулдың жаңбырлы қыстарынан тағы бір сәлем. Мінекей бүгін тағы жаңбырлы отыр. Былай күн жып-жылы. Тек жаңбырлы деген болмасам, бүгін жаңбырлатып Топкапы деген қасыр, яғни осындай тарихи бір сарайға келе жатырмын. Бір жағынан жаңбырлы күнге шықтым да жоқ еді негізі. Маған қалса шықпай қалуым да мүмкін. Өйткені осы сарай әрі көрем, бері көрем деп жүргеніме қанша кейінге қалдырып жүрген біраз болды. Тағы бір құрбыммен кездесемін. Өмірде көрмегенмін, бірақ Инстаграмда бір-бірімізбен сөйлесіп тұрамыз тұрақтылы. Соны сылтауратып бір жағын тарихи күн болайын тұр, әрі тарихи жерді аралап, әрі бір жағынан кездесу деген сияқты. Менің қазір тұрған жерім Стамбулдың Европа жағы, тарихи жақ, тарихи район. Осы жерде бірнеше осындай нүктелер бар. Мен түскен жері қазір трамвайдан Топхане Касры деген жерден түсіп қалдым. Шыққан бетте осындай үлкен мындай біраз болды, мына жерге келмеген күнде өтсем де, осы жерге арнайылап келу деген жоқ қой менде бір. Әйтпесе сол арнайылап білмеймін, сондай бір менді жоғалтып алыппын. Бұрындары жүре беретін едім арнайы. Әр бұрыштарын жүрген жақсы көретін едім. Мына артында тарихи Осман жылдарынан қалған осы мешіт бар. Үлкен негізі көбісін білесіздер, осы жерге келсеңіздер біраз объекті бар. Артында Галата порт деген үлкен жер бар. Круиздер тоқтайтын, Европаға, басқа елдерге, араб елдеріне кететін круиздер осы жерден тоқтайды, жүреді. Қазір сан жағынан мен өзімде көрген жоқпын. Ары қарай сарайды іздеп көрейік. Ана жерде бір сарай тұр. Білемінше сол жер. Босқа жүргенше сіздерге көрсетейін. Үлкен осындай. Осы жерге қанша өтсем де осы мешітке келіп көрмеппін. Алдарыңызда тұрғанда үлкен Истанбул модерн музей бар. Оның ар жағында сирена көрініп тұр ма? Круиз бар, тоқтап тұрған үлкен кеме. Мына жерде Османлы заманында салынған үлкен чешме дейді, бұлақ бар. Әр жерден көруге болады бұндай жерді. Ар жағында тұрған неше жылдан бері негізі жабық тұрған бұл сарай. Осы биыл ашылды, жақында күзде 1-2 ай бұрын. Соны енді барып көру мүмкіндігі бүгін туған екен, бұйырса осыған келе жатырмын. 2024 жылдың соңғы күндері қалды санаулы. Бір аптадан кейін жаңа жыл басталады. 2025 жыл Стамбул осындай жаңбырлы болып тұр. Кейде ашық бадем болып тұрады, дем болып. Бүгін жаңбырлы күнге сәйкес келді. Негізі бұрын Галата портқа да талай келеміз ғой осы жерге. Жанынан көретін едім осы ғимаратты. Бірақ неше жылдан бері бұл жер жабық болған. Мінекей қазір ашық па білмеймін. Көрейік бірге. Қардан жабық тұрған сияқты ешкім көрінбейді жанадан. Бірақ ана жерде бір отбасылар кетіп баратыр. Ашық тұрған жар, иншалла. Осы келгенде сыртынан өте әдемі көрінеді сарай. Жабық тұрған сияқты ма? Достар, өкінішке қарай сарай жабық тұр екен. Мына жердегі турист кісілерден сұрасам, жабық тұр дейді. Олар да кіре алмай кетіп бара жатыр. Ай, қап. Басқа күнге нәсіп болды. Осыны көргім келген еді. Осман сарайының өте әдемі салынған түсі қандай керемет. Қап, өкінішті. Қазір қызым келен дегенше жан-жағын көрте тұрайын бұл жердің. Мына жерде Истанбул модерн жаңа мен айтқан заманауи өнер туындылары қойылған. Осында үлкен музей бар, сауда орталығы, мына жақтардың бәрі үлкен. Мына жерде тарихи сағат мұнарасы бар. Мұндай сағат мұнарасы Осман заманында салынған бұл. Осындай тарихи ескерткіш. Түркияның әр қаласынан көруге болады заманында. Барлық дерлік қалада бар. Әр түрлі сағат мұнаралары осындай. Оның ар жағында да сауда орталық бар, жағында да мешіт бар. Мына жердегі мешіт мысалға сіздерге тағы бір босқа тұрғанша бір ақпарат айта кетейін. Мына жерде 2 мұнаралы мешіт көріп тұрсыздар ма? Османлы заманындағы мешіттердің бір ерекшелігі, байқасаңыздар, мысалы Сулеймания сияқты, Сұлтан Ахмет сияқты, үлкен Ая София сияқты белгілі мешіттер бар ғой Стамбулдағы. Байқасаңыздар, оларда 4 мұнарасы бар, 6 мұнарасы бар. Кейбіреулердің көп сондай неғұрлым көп болған сайын сұлтанның билігінің әлеуетін өзінің соны білдіреді. Сұлтандар салдырған мешіттер ең кемі 4 мұнарадан тұрады достар. Ал мынандай 2 мұнараны көрсеңіздер, ол демек сұлтан емес, уәзірі салдырған мешіт. Яғни сол кездерде пашалар салдыру мүмкін, уәзірлер салдыру мүмкін. Осындай ерекшеліктері бар. Сонша арнайлап келгенде сарайдың жабық болғаны өте өкінішті. Бір жағынан қызымды да кездесетін қазір күтіп отырмын. Енді қазір айналасында басқа жерлер бір көрейін десем, таппай қалама деп тапжылмай орында тұрған жайым бар.
Достар, мінекей Галата порттың осы жағалауында жүрміз. Ұмытып кеттім ғой түсірем деп. Біраз жерде әңгімелесіп болғаннан кейін барып есіме түсті. Менің ойбай блог түсіруге бүгін блог түсіріп жатыр едім ғой деген сияқты. Сонымен өкінішке орай бүгін сарай жабық екен. Ертең уақыт болса білмеймін, сәрсенбі күні келіп тағы түсіретін шығармын. Өйткені оны Ардақ айтты жаңа сәрсенбі. Ардақтың ақыры кездестік. Осылай ертеңге 10 жылдан бері бір-бірімізді қараймыз, оқимыз, сөйлесеміз жиі, бірақ былай өмірде кездесіп сөйлеспейді екенбіз. Бірақ өмірі сөйлесіп жүрген адамдар ұқсап осы әңгімені жіберіп жатырмыз. Осылай қазір Галата порттың жағалауында бұған да айтып жатырмын, Ардаққа сені YouTube канал аш деп. Мына жерден сонымен Құдай қаласа мындай осындай әдемі жағалауда Галата порты. Міндетті түрде Стамбулға келсеңіздер, осы жерге келіңіздер. Өте керемет. Осындай сіздердің өте көп сұрайтындарыңыз, мындай барлық Европа елдеріне, Араб елдеріне осындай инкруиз сіздер осындай нелер бар, үлкен алып кемелер бар. Солар осы жерге келіп тоқтайды, туристер. Осы жерден жүретінге кемелер бар. Кейін әсіресе кешкісін өте жақсы болады. Біраз болған еді осы жерге келмегелі. Бір жағынан қазір көңіл күйінде түсірмейміз едік. Осы жерге келіп Ардақ тағы бір көретін жерін тауып қойыпты. Сол жерге барайық деп осы жерден аралап жүрген жайымыз бар. Ардақ екеуміз Галата портын ішін аралап осылай бір жерге келдік. Мехмет Эфенди деген жерге. Түріктің атақты кофелерінің бірі түрік кофесі деген кезде негізі көп деген нелер көп қой, бірақ именно осы Мехмет Эфенди түрік кофесі өте атақты, тарихи. Мына жерде сондай көрме жасап қойыпты. Түрік кофесінің жасалу құрал саймандарын барлығын. Кофе когда тетірнізі, например, мынандай сыйлық шықса, мындай анмандары бөлейді. Сондай, кофе болғаннан кейін балашамыз. Түріктерде кофені ішіп болған соң, отырып алып түрік әйелдері балашап, кәдімгідей. Енді әрине оның көңіл көтеретін тұсы да бар. Әлемде сондай несі бар екен. Қазір көреміз. Кофемізді алып отырдық. Осылай түріктерде бір кофенің қара жыл естелігі бар деп айтады. Солай. Бүгін 10 жылдан кейін естелік жинап отырмыз. Жоқ, енді 2025-ке жоспарлар, екеумізде өстіп шығармашылық іздеміз. Кофемен осылай. Достар, түріктердің кофе мәдениеті 16 ғасырдан бері қалыптасып, бүгінге дейін өз маңыздылығын жоғалтқан емес. Түрік кофесі тек сусын ретінде ғана емес, түрік халқын мәдениеті мен тұрмыстық өмірдің ажырамас бөлігіне айналған. Мысалы, ертеде құда түсуге келген жігіттің көңілін қалдырған қыз, оған жігіт ұнамаса, кофеге тұз қосып ұсынатын болған. Бұл дәстүр бүгінде де сақталып келеді, тек формасы, мағынасы сәл өзгеріске ұшыраған. Сондай-ақ кофенің жанында міндетті түрде суда беріледі, және бұл кездейсоқтық емес. Түрік мәдениетінде қонақтың аш немесе тоқ екенін білу үшін кофенің жанында суға назар аудару жеткілікті болған. Осылайша үй иесі қонағын барынша түсініп, құрмет көрсетуге тырысып, оның көңіл күйін жағдайын ескеріп, соған қарай тамақ әзірлеп қазан асқан. Бұл дәстүрлер түрік халқының қонақжайлығын және өзгелерді сыйлауға деген ерекше көзқарасын айқын көрсетеді. Достар, сіздерге ең қызықты бір дерекпен айта кетейін, тағы да бөлісе кетейін. Түркияда түрік кофесінің 5-6 ғасырлық мәдениеті, тарихы болғанына қарамастан, Түркияда Европа бойынша Starbucks'тың ең көп филиалы осы Түркияда. 676 филиалы жұмыс жасайды. Бұл Европа бойынша 2-ші орында деген дерек бар. Мысалы, Францияда 238 филиалы болса, Испанияда 157, Германияда 151 филиалы бар. Ал Италияда
31 филиал ғана бар Starbucks'ның. Мынаған мән бере кетіңіздер. Еуропаның көптеген елдері Starbucks сияқты ірі желілердің экспансиясына шектеу қойып жатыр. Олар өздерінің дәстүрлі кофе мәдениеттерін және жергілікті шағын кофеханаларын қорғауға ұмтылады. Әсіресе Италия сияқты бай кофе тарихына ие елдерде Starbucks'ның ықпалы шектеулі екенін мына деректен көруіңізге болады. Бірақ соған қарамастан Түркияның бай кофе мәдениеті дәстүрлері, әсіресе түрк кофесі өз маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Түрк кофесі жай сусын ғана емес, әңгіме дүкен құру мен қонақжайлықтың символы. Мысалы, мынандай джезвет сияқты арнайы бақыр ыдыстарда дайындалады. Ерекше сондай бір құмда дайындалатын, шоқта дайындалатын түрлері көп түрк кофесінің. Соған қарамастан әлі күнге дейін қазіргі өміршеңдігін созып келеді. Әңгімемен қазір үйге қайтып бара жатырмыз. Жолай. Жаңа жылдың иісі шыға бастады. Мінекей Стамбулдың көшелері. Достар, сіздерге жақсылап бір контент түсірем деген едім. Қайдағы негізі мен шынымен былай офлайнның адам екен, соны сездім. Еш отырған кезде бүйтіп әңгімені жеріп камераны ұмытып кеткен жағдай. Осылай жаңбырлатып қайтып баратқан жайымыз бар Стамбулдың көшелерінен. Сол каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда жақсы видеолар келеді бұйырса. Стамбул әлі жаңбырлы болып тұр, қыс мезгілі. Қош сау болыңыздар, амандықта.